Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен бірге Сымбат. Бүгін мен сізге соевый соус және бал қосылған тауық қанаттарының рецептісін ұсынамын. Бұл рецепті мен бұрыннан қолданып келемін, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Ең алдымен тауық қанаттарын дұрыстап жуып алып, ортасынан екіге бөлеміз. Артық жерлерін, яғни ұшын кесіп алып тастаймыз. Дәміне қарай тұз және қара бұрыш саламыз. Оның үстіне соевый соус құйып, мед саламыз. Бұл жерде мен искусственный мед қолдандым. Сарымсақты майдалап турап, оны да тауықтың үстіне қосамыз. Сарымсақты арнайы пресстен өткізіп салуға да болады. Енді барлығын жақсылап араластырып, маринадталуға кем дегенде 30 минутқа қойып қоямыз. Маринад жақсы сіңуі үшін асығыс болмасаңыз 1-1,5 сағат қойып қоюға кеңес беремін. Тауық қанаттарын противенге орналастырамыз және де қалған соусты үстіне құйып шығамыз. Қалауымыз бойынша үстіне күнжіт сеуіп шығамыз, бірақ бұл міндетті емес. 180 градус қызып тұрған пеште 35-40 минутта пісіріп аламыз. Бұл рецептпен тауық қанаттары өте дәмді болып шығады. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Сымбат, сау болыңыздар.